Кеш жарық қазақ еліндегі жалпы қандастар. Бұл видеоны түсірудегі бірден бір мақсатым бүгін WhatsApp желістерінде менің атымда жазылған мақаланың жүргендігін өздеріңізге айта кетпекші отырмын. Бұл мақаланы біріншіден мен бұл мақаланы жазған жоқпын. Бұл мақаланы WhatsApp желісіне таратып отырған міне телефон нөмірінің арты 3855 плюс 777 131 3855. Мен Серікжан Біләшті сотқа беремін. Себебі ол менің отбасымды ойран етті дейді. Бұл не деген арсыздық? Бұл ойламаған жағдай. Бұл құлағын құдыққа жығылса құлағына құрбаққа ойнайды дегендейін Серікжанның осы аз уақытта үйғамақта отырған орайынан пайдаланып қытайшылдардың тік шапшық бізге қайтадан шабуылға өтуінің бірден бір белгісі деп ойлаймын. Бұл мақаламенен Серікжанға ешқандай пәле жала жабам деп ойламасын. Ниеті дұрыс емес адам. Бұл мақаланы жазып жариялап отырған жігіттің аты Төлеу Тұмарқанұлы екен. Бұл өзі Жармұқамет деген аты да бар екен. Әртүрлі WhatsApp желісінде әртүрлі аттармен жүреді екен. Бұл адамның қайда тұратынын мен сұрастырдым. Көксу жақта тұрады дейді, Талдықорғанның. Бүгін осы кісінің үстінен сотқа арыз жаздым. Және де осы адам қашан бір табылып соңына жеткізіп отырып, осы адамды сотқа арыздануға дайынмын. Не себепті бұл мақаланы таратады? Не себепті жалғаннан жалған бұл секілді мақалалар таратып отыр? Бұған өзі жауапкершілігін береді деймін. Сондықтан сіздердің еш алаңсыз, еш Серікжанға бір қара жабылып отыр екен деп ойламаңыздар. Мен сіздерге Тұран Тілеубайқызы боламын. Осы мақаланы жариялап отырған осы жігіттің үстінен арыз жолдап отырмын. Бұл мақала туралы, бұл жазылған мақалаларда әртүрлі сөздер жазылған, және көз үйра, түрмеден шығып келген Тұрсынжан, Юсупхан деген жігіттер бар екен бұның арасында. Бұл кісілердің де осы жігіттің үстінен арыз жазуын талап етемін. Неге деген кезде әрбіріміздің адамдық құқығымызға, мүддемізге қол соғып отыр. Бұл бір мақаласы менен қаншалықты жерге баратынын және көре жатармыз. Бұл мақаланы өзінің жазбағанымды түсіндіремін. Көрсеңіздер де міне Омарәлі, Дүйсенәлі, Тұрсынәлі деген топқа кеп мені рәсми арнаулы қосыпты дағы осы мақаланы жариялапты. Міне мынаны жазып отыр екен. Көрсеңіздер. Бұл не деген арсыздық? Енді мені бұл топқа қосқан жігіт бүйтіп жазып қойыпты. Міне Тұран әпеке дейді. Мына жазған сіздің атыңыздан дейді. Мынау жазған сіздің атыңыздан дейді мына мақаланы. Сонда осы жігітті мен тауып бүгін прокуратураға жолдап қойдым. Және де сәті болса осы мақаланы жазған адамдарға, осы мақаланы жазған адам өз аузыменен ертеңгі күні осы жазған мақаласына жауап береді деп ойлаймын. Және сіздерге айта кетейін, Атажұрт ұйымындағы кісілер бүгін бұл мақаланы менің жазбағанымды дәлелдеп әрбір WhatsApp желістеріне таратты. Бұдан да хабардар боласыздар. Міне 2019 жылы 7 айдың 9 күні ескерту ретінде жазылған бұл жалған ақпарат. Бұндай мақала жазылмағанын дәлелдеп отыр.